Кеше ғана Ресейден қаңқ білген Асхат Ниязов келді біздің ұлттық киімімізді, яғни тақиямызды біреудің мүшесіне кигізіп қойды. Өзінің типа прикол ретінде айтқан сөзімен. Енді қараңыздар, бұл жігіт деген жалпы көптеген халық таниды, біледі, қолдап жүрдік. Мен де бармын сол қатарда. Өйткені ол әлеуметтік мәселелерді көтеріп жүрді, мына елімізде болып отырған, жалпы қалаларға аралап, әкімдердің арттарынан қуып жүрді, проблемаларды көрсетіп жүрді. Бірақ бұл жігіттің қанша халық қолдаса да, сонша халық сол жігітке алданып қалды. Ол біріншіден. Ол алаяқтарды жарнамалап, көптеген халықты қораға тықып кетті. Қораға тыққан ештеңе емес, ол бір кешірім сұрады, сонымен құтылды да, енді қазір жай барақат отырып алып, біздің ұлттық киімімізді жермен жексен қылып жатыр. Жалпы былай қарасаң, қанша жақсылық жасап, итке тамақ берсең де, ол ит саған үйренеді. Бірақ мына Ресейден келген қаңғыбас, қанша біз оған жақсылық жасасақ та, қанша халық оны қолдаса да, қаншама осы елдің суын ішіп, нанын жеп, ақшасын тауып отырса да, бұл қазақ болмайтын секілді. Өйткені бұндай адамдарда мәңгүрт дейді, құрметті достар. Бұндай адамдарды заңды түрде жазалау керек. Қазір соңғы кезде домбырамызды кемсітетін, ұлттық киімімізді кемсітетін адамдар көп болып кетті. Осыған бір шара қолдану керек секілді. Бұл жігіт қаншама мәселе көтерсе де, өз ұлтын сыйламайтын адам ешқашан халық үшін қызмет етпейді ағайын.